Сәлем баршаңызға, бүгін жұмсақ әрі жылдам дайын болатын пиццаның рецептімен бөліспекпін. Ең алдымен жылы сүтімізге тұзымызды қосып, кейін аштығымызды қосып, сүтімізді ертіп аламыз. Кейін жұмыртқаларымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін ұнымызды қосып, үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштен өткізіп болған соң, қолымыздың көмегімен қамырын илейміз. Соңында ерітілген сары майымызды қосып, барлығын жақсылап илеп аламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 20-30 минутқа қоямыз. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Салмасына қызанақ, ет шұжығын және ірімшік қолдансаңыз болады. Көтерілген дайын болған қамырымызды алып, ковриктің үстінен қойып, жақсылап екі шетін біріктіріп, қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Яғни қамырымызды 250 грамм бөлікке бөлеміз. Бөлінген екі қамырымыздан 2 порция пицца шығады. Әр бөлікті осылай видеодағыдай етіп жайып аламыз. Жайылған қамырымызды пиццаның табасына немесе кез келген табаға қойсаңыз да болады. Видеодағыдай етіп, осылай біркелкі жайып, шет-шетін біріктіріп аламыз. Қамырымыздың бетіне кетчуп немесе томатный соус қолдансаңыз болады. Мен арнайы шашлычный кетчупты қолдандым. Қамырымыздың бетінен толыққанды жағып болған соң, салмасын салып шығамыз. Салмасын салып болған соң, ерекше дәм беру үшін зәйтүн майын қолданамыз. Соңында пиццамыздың үстінен осылай ірімшікті видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Дайын болған пиццамызды қызып тұрған пешімізде 120 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын. Пиццамыздың қамыры өте жұмсақ болып шығады. Зәйтүн майы қосылғандықтан дәмі де ерекше әрі сочный болып шығады. Дайындап көріңіз. Рецептің ұнаса каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Ас болсын.